Ассаламағалейкум достар. Бауырлар. Бүгінгі видеода біз сіздерге қалай арықтауға болады, яғни қалай май кетуге болады. Өте мықты тематика, себебі достар жаз келді, бүкілде арықтағысы келеді, себебі пляжда. Пляжда сосын үйде кетіп жатқан айнаға кезде өзін бітірді. Соқтан достар сіздерге өте күшті жаттығулар көрсетеміз, қалай тез арықтауға болады. Соқтан да видеоны бастаймыз. Сонымен сіздерге бірінші жаттығуды көрсетпекшімін. Бұл бүкіл қолданылатын кәдімгі жүгіру. Яғни достар сіздер таңертең тұрған кезде бірден далаға шығып жүгірсеңіздер болады, яғни қыздырдың жатқандықтар жүгірсеңіздер болады, сол сіздердің артық салмақтан кетеді. Егер сіз оны қатты жасасаңыз, егер қатты жүгіріп қиналып сіз арық болсаңыз, ол сізге дұрыс емес. Ал егер сіз толықтау болсаңыз, онда осыны жаттығу жасаңыз, сол кезде сіздің артық салмағыңыз сәл болсын кетеді. West York, South, feet on down your block. I'm a hustler, 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 I'm a hustler. East, West York, South, feet on down your switch. Жасайсыздар, келесі жаттығудар баса келседі ол осы. Өш қасыңа бір күріктен келді. Достар, просто біз вообще кардио істемейміз негізінен. Біздің денемізді көрген шығарсыздар. Кардио істейтін адамға ұқсамаймыз. Келесі жаттығуды мен көрсетейін. Сонымен достар, келесі мен сіздерге биотпейді көрсететін боламын. Бұл жаттығу негізінен нағыз майы көп адамдарға арналған жаттығу. Бұл жаттығу жасаған кезде үш аяқ, қол, бүкіл денеге күш түседі, сондықтан сенің бүкіл дененен майды кетуге болады. Сонымен мен көрсетуді бастайын. Мен сендерге қазір 10 рет жасап көрсетейін. Неге 10 рет? Көрсете бер. Бойларыңызды өсет десейші. Жүрекке күш түсет. Асқазанның кішкене былай ойнайды. Құсқыңыз келеді. Сосын туалетке барыңыз келеді деп айтпайды. Содан соң бәрі базар Бұны біз бұрын жасаушы едік қой, Рамазан, есіңде ма? 2 жыл бұрын. Одан кейін жарықта жүргеніміз ғой. Болды, осы жерде шығар. Достар, бізге негізінен кардио жасау керек екен. Мысалы, арық адамдарға да кардио жасау керек, себебі жата бергеннен адам жүрегі май баса бастайды, сондықтан кардио жасап жүріңіздер. Біз сияқты болмаңыздар. Сіздерге үшіншісін көрсетейін, тағы да жүгіру. Бірақ ол кезде сіздер бір осылай істейсіздер. Сосын келесін көрсетейін ма? Келесі, одан кейін болады. I'm a full-time hustler, posted on the block. I'm a hustler, I'm a hustler, I'm a hustler. Өзіңізге қиындап істеп алсаңыздар, онда сіздің денеңізде бүкіл жерді жұмыс жасайтын болады. Ересін Рамазан көрсетіп қой. Көрсетіп қой деймін. Сонымен достар, келесі кардионың түрі ол қатты кардио жатпайды, ол күш түсіретін жаттығулардың бірі, ол негізінен отжимания.
бізде отжиманияға байланысты көптеген видеолар бар. Сол видеолардан көрсеңіздер, түрлерін және тағы да басқа көптеген отжимания керекті кеңестерді сол жерден ала аласыздар. Содан соң келесі приседание болып табылады, оны осылай жасайсыздар. Барлықтарыңыз білетін шығарсыздар. Кішкене бұл жерде техниканы сақтаған дұрыс. Негізінен приседанияның несі техникасы ол былай жасалады. Қараңыздар, көбісі жасаған кезде денесін корпусты, яғни былай алдыға қарай түсіріп осылай жасайды. Олай жасағаннан мен айтып жатырмын. Олай жасағаннан пайда жоқ. Приседание жасаған кезде осылай жасайсыздар. Денеңізді тік ұстайсыз, содан соң осылай тік жасайсыз. Сол кезде сіздің аяғыңыздың артқы бұлшықеттері мен алдыңғы бұлшықеттеріне және бір сөзбен айтқанда бүкіл квадрацептстардың бәріне күш түсетін болады. Содан соң келесі нағыз кардиоға арналған адамның жылдамдығын көбейтуге арналған жаттығудың бірі ол скакалка секіру. Оны мен қазір көрсетемін, менде скакалка жоқ. Бірақ білесіздер, осылай секіретінін. Ондай болса, осымен жаттығулардың бәрі бітті. Басы дейм? Монтаж жоқ ғой, лестницада. Йо, достар, осымен видеомыз аяқталды. Негізінен бүгін біз сіздерге өте пайдалы ақпараттар айттық деп ойлаймыз. Және сіздерге өте пайдалы ақпараттар миларыңызға кірді деген үміттеміз. Және біз тағы да көптеген пайдалы ақпараттар айтуға тырысамыз. Қазір тағы да көптеген пайдалы ақпараттар айтамыз. Достар, біздің каналға тіркелмей ақ қойыңыздар, бізде подписчик жетеді. Біздің канал қуған что-то, вообще түсіргіміз келмейді. Бізде просмотр аз, достар, қайдасыздар, біз сіздер үшін видео түсіріп жатырмыз ғой, жайын. Соны айтамын. Бізде уақыт жоқ қазір, бізде ұбытық қойылмай. Сашка ма? О, Саян келе жатыр. Сашка! Саян келе жатыр, Саян! Міне осылай біз видеомызды шынайы түрде аяқтап отырмыз. Достар, осы видеомызды аяқтайық. Негізінен артықтағыңыз келсе, онда негізінен майлы тамақтар жемеуге тырысу керек. Және белсенді болуға тырысу керек. Бір сөзбен айтқанда тырысу керек қой. Былайша айтқанда сіздер несі калориясы көп тамақ жемеңіздер. Сіз диетаға отырам деп аш қалмаңыздар. Диетаға отырсаңыздар да аз мөлшерде тамақ жеп отырыңыздар. Сол кезде сіздің асқазаныңыз дұрысталатын болады. Сосын су ішіңіз, таңертең тұрып 1 стакан. Сол кезде сіздің асқазаныңыз қайтадан дұрысталатын болады. Сосын тағы тәтті тамақтар жемеңіз. Сосын тағы да өте пайдалы кеңестердің бірі, бұл кеңес есіңізге сақталған ең керегі. Негізінен жаттығуды таңертең жасаған дұрыс. Асқазанға тамақ бармай тұрып, қарны ашып тұрған кезде таңертең жасаңыз, онда пайдасы өте көп болады және майды кетіріп, бұлшықеттерді қалдыруға қалады сол кезде. Сосын ары қарай сіздерге осылай біздің негізгі арықтағанымыз өте қатты тренировкадан арықтадық. Достар, мен қазір өзімді біртүрлі сезімнің себебі қыздардың фигура шыққан ғой. Ойлауға бір күні, дәуіт үйіне барамыз ғой. Дәуіт тұрады. Қарандаршы дейді кейін кешет көрсетіп. Фигурасы кәдімгі бүйтпеткен ғой. Фигурасы аты келді. Біз жыртылып отырған кезде тұрып. Осымен видеомыз аяқталды. Егер сіздерге біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, біздің каналға тіркеліңіздер. Достар, бізді қолдасаңыздар, ойбай, қоңырауды басып ұмытпаңыздар. Осындай көңіл күймен, достар, жұмыс істеуді тоқтатамыз. Тоқтатпаймыз. Бейк тримериал дейін. Сау болыңыздар. Осы видеомыз аяқталды. Достар, жұмыс істеуді тоқтатпаймыз. Бұл өмірді жаман қатты қият сияқты. Көп жерін қиып тастадым мен негізі. Қазір көріп отырған шығарсыңдар. Сау болыңыздар. Сіздерде арықтай аласыздар, достар. Егер сіздерге біреу айтып жатса, сен толықсың деп, олардың сөзіне мән бермеңіз. Өзіңіздің көршіңізді ешқашан тыңдамаңыз. Ондай болса видеомыз аяқталды. Сау болыңыздар. Full-time hustler, posted on the block. I'm a hustler, 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 I'm a hustler.